Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы белгілі спорт жұлдыздары бөліміндегі етіс және оның түрлері. Оқу мақсаты: етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Бағалау критерийлері: етіс түрлерін біледі, ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолданады. Енді етіс деген не және оның қандай түрлері бар, соған тоқталып кетейік. Етіс іс-әрекет пен оны жүзеге асырушы арасындағы қатынасты білдіретін етістік түрі. Өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс деген 4 түрі бар. Өздік етіс іс-қимыл әрекетті жүзеге асырушыны тікелей көрсетеді. Етістікке н, ын, ін, л, ыл, іл жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, апам жуынды, Асан сабаққа дайындалды. Бұл сөйлемдерде іс-қимылды әрекетті жасаушы адам көрініп тұр. Яғни апам жуынды, Асан сабаққа дайындалды дегенде іс-қимыл әрекет иесі көрінеді. Өзгелік етіс іс-әрекеттің екінші біреу арқылы істелгенін немесе біреуге орындатқанын білдіреді. Ол етістікке ғыз, гіз, қыз, кіз, ты, дыр, дір, тыр, тір жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, кірді жуғызды, үйді тазалатты, хат жаздырды. Яғни, мұнда қимыл іс-әрекет басқа өзге біреу арқылы іске асып отыр. Ырықсыз етіс қимыл іс иесі белгісіз, тек жүзеге асқан қимылды ғана білдіреді. Етістікке н, ын, ін, л, ыл, іл жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, киім ілінді, ыдыс жуылды, дастархан жайылды. Бұл сөйлемдерде іс-қимылды орындаушы көрінбейді, тек қана әрекет өздігінен іске асады. Яғни, ырықсыз етіс пен өздік етістің жұрнақтары бірдей болғанмен айырмашылығы осында. Өздік етісте іс-қимылды орындаушы көрініп тұрады, ырықсыз етісте іс-қимылды орындаушы көрінбейді, іс-қимыл өздігінен іске асады. Ортақ етіс іс-әрекет орындаушының екі немесе одан да көп екенін білдіреді. Етістікке с, ыс, іс жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, Майра апасына үй жинасты, Марат қора тазаласты. Ортақтасып атқарылатын іс екені с жұрнағы арқылы байқалады. Енді бірінші тапсырмаға мән береміз. Берілген сөздерді етістікке айналдырып, сөйлем құрап жазу. Ки, тара, жу, тазала, ойла, дайында, көтер, жина. Тапсырманың дескрипторы сөздерді етіске айналдырады, етістерді қатыстырып сөйлем құрайды. Яғни, сіздер берілген етістіктерді етіске айналдырасыздар және сол етістерді қатыстырып сөйлем құрап жазасыздар. Сөйлемдерді жазып болсақ, өз тапсырмаңызды дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Етістіктер: ки, тара, жу, тазала, ойла, дайында, көтер, жина
Енді осы етістіктердің етіске айналған түрі: киінді, таранды, жуғызды, тазалатты, ойландым, дайындалдым, көтерістім, жинаттырды. Сөйлемдерге мән береміз. Далаға шығарда інім киінді. Қыз айна алдында ұзақ таранды. Апам маған еденді жуғызды. Атам бізге есік алдын тазалатты. Мен эссені жазарда көп ойландым. Әсем ертеңгі сабаққа дайындалды. Әкеме заттарды көтерістім. Апам қыздарға үй жинаттырды. Енді осы сөйлемдерде біз етістің қай түрін қолданғанымызға тоқталып өтейік. Далаға шығарда інім киінді. Бұл жерде қимыл іс-әрекетті орындаушы көрініп тұр, сондықтан бұл өздік етіс болып саналады. Қыз айна алдында ұзақ таранды. Бұл сөйлемде де қимыл іс-әрекетті орындаушы айқын көрініп тұр, демек таранды өздік етіс болып саналады. Апам маған еден жуғызды. Бұл жерде жуғызды деген өзгелік етіс. Атам бізге есік алдын тазалатты. Бұл сөйлемде де тазалатты деген өзгелік етіс қолданылып тұр. Келесі сөйлем: мен эссені жазарда көп ойландым. Бұл жерде қимыл іс-әрекетті орындаушы көрініп тұр, сондықтан ойландым өздік етіс болып саналады. Әсем ертеңгі сабаққа дайындалды. Іс-қимылды орындаушы әсем көрініп тұр, сондықтан дайындалды өздік етіс. Әкеме заттарды көтерістім. Бұл жерде көтерістім деген ортақ етіс қолданылған. Апам қыздарға үй жинаттырды. Жинаттырды өзгелік етіс. Онда т және тыр жұрнақтары бірінен кейін біріне жалғанған. Келесі тапсырмада сурет берілген. Сол сурет бойынша мәтін жазып, етіс түрлерін қолданыңыздар. Тапсырманың дескрипторы: сурет бойынша мәтін жазады, етіс түрлерін қолданады. Енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көрейік. Марат пен Мұрат ағайынды балалар. Олар кешкі астан кейін ертеңгі сабаққа дайындалды. Інісі түсінбеген жерін ағасынан сұрап білді. Ағасы оған көмек көрсетіп отырды. Дайындық барысында ағасының жақсы оқитыны білінді. Өйткені ол кез келген сұраққа қиналмай жауап табады. Мұратқа алғашқыда тапсырмалар қиын көрінді. Бірақ ағасының көмегімен тез түсініп алды. Ағасы оған оқығанын айтқызды, жазғанын өзіне тексертті. Ол ағасына өзінің алғысын білдірді. Жарайсыздар, балалар. Сіздер сурет бойынша мәтін жаздыңыздар және етістің түрлерін қолдана білдіңіздер. Қорытынды: біз бүгінгі сабақта етістің түрлерімен таныстық, жазбаша тілдесім барысында етіс түрлерін қолдандық. Енді оқу тапсырмасына мән береміз. Етіс түрлерін қатыстырып, біздің елдің атақты спортшылары тақырыбына мәтін құрап жазыңыздар. Етістердің астын сызыңыздар. Тапсырманың дескрипторы: тақырыпқа сай мәтін жазады, мәтін құрылымын сақтайды, етіс түрлерін қолданады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.